Бәріне сәлем, сіздермен Мейірбек және де бүгін біз Майнкрафтты жалғастырамыз. Бүгінгі бөлімде қарапайым Майнкрафттан 4-ші бөлім және де бүгін үйді үлкейтетін боламыз, достар. Осы үйді үлкейтеміз. Үлкейткенде мен видео алдында осылай дайындап қойдым. Әрине сіздердің уақыттарыңызды созбас үшін. Достар, осының ішін көрсете кетейін бір рет. Достар, қараңдар, бізде осы алдыңғы бөлімдерден бері осындай, және мына жағы дегендей ғой. Және мына жақта бізде екінші бөлім қосылды. Бөлме дегенім ғой. Осы жерде жататын боламыз. Ал екінші этажда осындай үлкен бір нәрсе болды. Енді достар, осыны сіздердің нелеріңізбен, яғни көздеріңізше осыны бөлмеге бөліп дегенде, және де ішін толтыратын шығармыз енді. Енді төбесін осындай айнамен осылай қойдым. Әрине әдемі болу үшін. Бізде сыртының дизайнына көрсететін болсақ, мынаны қараңдар. Арт жағына осылай қойдым, қазір көрсетейін. Міне достар, бізде артқы жағының көрінісі осындай болды, яғни виді екінші этажындағы дегендей ғой. Міне осындай керемет үлкен үйді жасап алдық. Енді достар, бүгін осының ішін толтыратын боламыз. Енді қараңдар, арғы жанды осындай достар, және де бізде осындай керемет балкон бар достар. Бізде сіздер ойлап қалған шығарсыздар, осындай неге осындай тек бір ғана блокпен салдың осы үйді дегендей. Достар, келесі бөлімдерде бұл үйді сәндейтін боламыз. Енді оған уайымда қажет жоқ. Жарайды, бізде және крышасын осылай қоясы салдым. Жарайды, бізде кеш батып жатыр, ұйықтап алған соң ертесіне көшеміз. Достар, мен алдыңғы сериядан бері ағаш қазып не қылдым ғой. Соның бәрі енді ағаштан 0-0 болып қалдық. Короче, ағаш жоқ. Енді қазірше осы железаларды пісірейік бізге. Железаларды пісіру қажет. Достар, енді біздер кәдімгідей ағаштан кризис. Жарайды. Не ғой, ағаш 0-0 бізде қамай қалды десем де болады. Қамай қалды, пәшті. Қарымыз ашып кетті, осыны жеп алайық. Және осы ағаштың бәрін теріп алып келуіміз керек. Әлі достар, біз қазір балконға шығып көрсетіп жіберейін бір. Достар, балконға шығып көрсетіп жіберейін. Алан ерде железа пісе берсін. Бізде кеш батқанша соны көрсетіп жіберейін. Міне достар, жаңа көрсеткендей бізде осындай екінші этажы. Және де достар, сіздерге бір лайфхак айтайын. Осы Майнкрафттан есіктен кірамай кетесіздер ғой бүйтіп. Сол кезде бүйтіп есікті ашып бүйтіп турлап жерге қарап кіріңіздер. Немесе бүйтіп еңкейіп кірсеңіздер болады. Сонда тура кіре аласыздар достар. Жарайды, бұл неден тыс болды енді. Жарайды, бізде қараңдар, керемет осындай табиғат көрінеді. Аралдар. Жарайды, бізде балконда тұрмыз. Бізде кеште батып қалды. Енді қазір ұйықтайық. Барып ұйықтап алайық. Оппа, міне достар, біз ұйықтап алдық. Енді жарайды, бізде железа пісіп қалды мекен барлығы, әлде піспеді мекен. Соны көре салайық. Достар, енді менде кішкене логотиту болып жатыр. Оған ренжімейсіңдер. Және бүгін ағаш теріп қайтайық. Қазір менде қолымда балта тұр. Барып ағаш теріп келейік. Достар, мен 26 минут бойы кәдімгідей осы 3 стак ағашты қазыдым. Және менде 2 балта сынып қалды, достар. 2 балта сынып қалды, тас балта. Жарайды, біз үйге барайық тезірек. Крафтит етіп, бөлмеге бөліп, общем, ішін жасап тастауымыз керек бүгін. Комментарияға идеяларыңыз тастаңыздар. Мысалы, екінші этажға нелер қойсақ болады. Мысалы, осы жерде верстак бар, печ бар, сундук бар. Әлде төбесіне өзім білмеймін енді не қоятынымды. Достар, төбелеріне ше, анандай зачарование, стол, және де не бар ғой. Қазақша төс дейді, темір, ауыр темір болады. Сондай қоямыз ба достар, сондайлармен толтырайық. Несін бізде төс жасауға жететіндей темір, және де бронялар жасап алатын шығармыз бірінші. Біз крафтит етіп тастайық тезірек ағаштарды. Міне достар, біз 3-ші стак ағашты да крафтит етіп болайын деп жатырмыз. Міне бәрін крафтит етіп тастадық. Енді бізде көп ағаш қайтадан.
Жарайды, олармен қазір төбесіне барып, екі бөлмеге бөліп келейік, яғни екінші этажды. Достар, қалай ойладыңдар осы жерді, мына жерден бөлсек, сонда бүйтіп барып, тура мынамен болар екен, достар. Бірақ вид жағынан келетін болсақ, болмай қалатын шығар. Оны көре жатармыз. Жарайды, достар. Оны турлап аламыз. Осылай қоя салайық әзірге. Әрине осы жерлерінде жасаймыз енді. Ал мынау айна жері бүйтіп ашық қалатын шығар. Опа деп осы жерін. Және де опа, достар, бір қисық қойып қойдым енді. Осылай қасып тастай салайық тезірек. Қазы. Жарайды, біз қасып болдық. Енді достар, бізде ендігі кезек. Қайтеміз, айнаны бүйтіп жауа саламыз ба, енді не істейміз, достар, енді осылай ашық қала берсін бәлде. Бүйтіп көріп. Достар, болар екен, Кәдімгідей болар екен, мен ойымша, достар. Бүйтіп кіріп, әшейін бүйтіп қоя салсақ та әдем болады, достар, енді не қылғанда. Бұлайша айтқанда, достар. Қазірше мен мына жағын турлай жіберу керек маған, енді оған. Жарайды. Біріншіден сыртқа шығып алайық. Сыртқа шығу керек обязательно, достар, және де бізде железо пісті ма? Жарайды, онда біз кеттік. Енді, достар, көрейік, енді артын түзулеп барынша. Меніңше арт жағының виді болмай қалатын секілді, көрейікші әлі. Достар, бізде арты тура сияқты. Қараңдаршы, өте тура сияқты арты. Енді ішінен көріп қайтайық. Чота арты дұрыс, артынан қарағанда бізде. Менде лагайт етіп жатыр, оған ренжімесіңдер, тоқтаңдар, мен екінші этажын көріп, не қылуым керек? Үш жағынан көруім керек. Қаны көрейік. Достар, торланып қапты. Деп ойнап айтам, достар, енді. Торланып қағанда өзім торлап қойдым, енді. Жаңа ғана торлап келдім. Және де, достар, осы жағында бүйтіп қойсақ қалай болар екен, достар, қалай ойладыңдар? Так, бізде сонда керемет үй шығармайды дегенде о. Ал көрейік. Осылай шығайық. Екі шетін үстіп шығамыз, болды ғой, достар, сомен бізде әдем үй болатын шығар. Оны көрейік қазір. Бой, достар, екінші этаж қалай бола ма жалпы? Менің ойымша керемет сияқты, достар, қараңдаршы. Енді мына жерде шығасың дегендей бүйтіп кіріп, мына жерге бірдеңелер қойып қоя саламыз әлі. Сыртты қарап отыратын, достар, қараңдар, андай бір не дейтін еді, анау атын ұмытып тұрмын. Жарайды, оны қоя берейік. Мына жаққа бірдеңе істеп қоя саламыз. Өте керемет бізде үй шықты, достар, қараңдаршы, өте керемет үй шықты. Достар, мынау спальня осы жерде тұра береді, өйткені жүгіріп келіп түнде ұйықтай салуға удобно да. Енді бізде железалар 56-сы пішіп қапты, және де 5-еуі пісіп жатыр екен. Бізде кеш батып жатыр, осындай өте керемет үй бізде, қараңдаршы. Өте керемет, маған қатты ұнады. Егерде, достар, осы үй сендерге ұнады ма, әрине лайктарын басып білдіре аласыңдар, комментарияға жазып кетіңдер кейін, достар. Достар, меніңше өте керемет, жарайды. Бізде кеш батып жатыр, ішке кірейік. Қазірше не істейтінімді білмеймін, достар. Мен де жаңағы сыртын турлайым деп 2 стак ағаш кетіп қалды. Ал мына ағаштарды сап тастай салайық тездетіп. Тезіректеп сап тастайық, тезіректеп. Давай, тезіректеп сап тастаймыз. Мына грилде, мына жүнді ап тастайық. Ал мынауда қажет жоқ қазір. Енді ішін толтыру келесі бөлімге қалды, достар. Сіздермен болған Мейірбек. Келесі кездескенше, амандықта жүздескенше, достар.